Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай красный бархат тортын дайындайтын боламыз. 3 жұмыртқаға қант қосып миксерлеп аламыз. Жұмыртқа осылай ағарып көбейген кезде айран қосамыз. Миксерлейміз. Сұйық май. Енді құрғақ заттарды мұнда ұн, разрыхлитель және какао үшеуін араластырып електен өткізіп жұмыртқаны массамызға саламыз. Енді мынандай қызыл бояғыш қосамыз. Қамырдың түсіне қарай мен қазір жарты шай қасық қосып көрейін. Түсі әлі қанық қызыл болмай тұр, сондықтан тағы да қосамыз. Енді қамырымыз дайын. Осы қамырымызды қазір мұндағы диаметрі 22 сантиметрлік ыдысымызға саламыз. Екіге бөліп саламыз. Жарты қамырымызды тағы да жарты бөліп пісіреміз. Осы қамырымызды 170 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен корждарды осылай бөліктерге бөліп алдым. Мұнда қалған бөлігі мынау бетінде көтеріліп піскен жақтарын пышақпен кесіп аламыз. Бұл қазір бізге әсемдеуге керек болады. Енді қазір біз мына жақта творожный сыр, сливки және сахарный пудрадан кремін жасаймыз. Кремін алдыңғы видеоларымнан көрсеңіздер болады. Дәл сондай крем болады.
Сосын тортты жинаймыз. Біз мұнда сливки, творожный сыр және сахарный пудраны миксерлеп жатырмыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинап жатырмыз. Тортымызды жинап болып, осылай кішкене әсемдейміз. Бізге жан-жағын қатты әдемілеудің қажет жоқ. Өйткені қазір мынау қалған бөліктерімен сыртын әсемдейміз. Бізге тек қана беті кішкене әдемі болып тұрса болды. Енді мен сіздерге әсемдеуді көрсетіп жіберейін. Жаңағы қалған бөліктерімен осылай әсемдеп шығамыз. Тортымыз осылай шықты. Кішкене тағы да кремдермен әсемдеп жіберейін. Енді бізде мынандай қалып кеткен қалдықтары бар еді. Осыдан трайфл жасауды көрсетіп жіберейін. Осындай қалғанынан трайфл жасай салсаңыздар болады. Қазір дәмін көрейік.
бірден. Ал енді тортымызға оралайық. Торттың ортасын кесіп көрсетейін сіздерге. Ал оған дейін сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.